Сабақтың тақырыбы библиографиялық анықтамалардың жеке түрлерін орындау. Бүгінгі сабақтың мақсаты анықтама библиографиялық қызмет көрсету түрлерімен таныстыру, анықтамалардың негізгі формалары ауызша және жазбаша түрлерін анықтап білу. Күтілетін нәтиже анықтамалардың негізгі түрлерін анықтайды, библиографиялық анықтамаларды орындаудың негізгі кезеңдерін біледі, орындалған анықтамалар есебі есеп формасын талдайды. Анықтама библиографиялық қызмет көрсету дегеніміз ақпаратты тұтынушылардың тапсырыстарына сәйкес анықтамалар беру болып табылады. Кітапханаларға түсетін сұраныстардың мазмұны мен сипатына көптеген факторлар әсер етеді. Әлемде болып жатқан оқиғалар, ғылыми жаңалықтар және тағы басқалар. Анықтамалық библиографиялық қызмет көбінесе сауал-жауап режимінде өтеді. Бір жолғы сауалға жауап анықтама деп аталады. Оқырмандардың сұраныстары мен анықтамалардың түрлері мен типтерін ауызша, жазбаша типтері бойынша тақырыптық, фактографиялық, мекенжай, библиографиялық мәліметті нақтылау және виртуалды анықтама деп қарастыруға болады. Анықтамалардың түрлері: пайдаланушының библиографиялық анықтама деген талабы ауызша және жазбаша өтініш болып табылады. Ауызша анықтама пайдаланушының жеке өзі немесе телефон арқылы берілген өтінішті орындау болып табылады. Жазбаша анықтама сұраныс бойынша берілген әдебиеттердің тізімі құрастырылады. Тақырыптық анықтама белгілі бір тақырып немесе мәселе жөнінде құжаттардың сипаттамасы берілген әдебиеттер тізімі. Фактографиялық оқиғалар, фактілер, күндер, терминдер, тағы басқа жөнінде нақты мәліметтер алу. Мекенжай библиографиялық кітапханада алфавиттік, жүйелік, электрондық каталогтардың көмегімен белгілі бір басылымның бар жоғын тұрған жерін анықтау болып табылады. Библиографиялық мәліметті нақтылау сұраныста бұрмаланған библиографиялық сипаттама элементі, мысалы авторлардың аты жөні, шығармалардың атаулары, шығу деректері, тағы басқа деректер бұрмалануы мүмкін. Библиографиялық анықтаманы орындауға арналған сұраныс бланкісінің үлгісін сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Кітапхананың бұл атауы, оқырман билеттің номері, телефоны, сұраныстың номері, түскен күні, орындау мерзімі, қабылдаған библиографтың қолы қойылады. Сонымен бірге төменгі жағында сұраныстың мазмұны, мақсаты, анықтаманы орындау көзі, орындалған күні, орындаушының қолы қойылады. Яғни сұраныстарды есептеуге өте қолайлы. Анықтамаларды орындау жеделдігі келесі факторларға байланысты: библиографтың тұлғасы, оның жалпы ғылыми және кәсіби дайындық деңгейі, оқырмандармен ынталы байланыс орната білуі, жеке қабілеттері мен кітапханалық, анықтамалық библиографиялық аппараттардың сапасы, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды еркін меңгеруі де кіреді. Кітапхананың анықтама библиографиялық аппараты немесе ақпаратты іздестіру көздері, кітапхананың электрондық іздестіру көздері және дәстүрлі іздестіру көздері деп қарастыруға болады. Электрондық іздестіруге интернет желісі, сонымен бірге электрондық ақпараттық деректер базасы, электрондық каталог, мақалалардың электрондық жүйелік каталогы, тағы басқа ақпараттық ресурстарды пайдалануға болады. Дәстүрлі іздестіру көздері алфавиттік каталог, жүйелік каталог, пәндік каталогтарды пайдалануға болады. Сонымен қатар, анықтамалық библиографиялық қор, оған барлық білім салалары бойынша отандық және шетелдік энциклопедиялар, жалпы салалық және белгілі бір тақырыптарға арналған арнайы анықтамалар, сөздіктер жатады. Сонымен қатар библиографиялық құралдар, мемлекеттік библиографиялық құралдар,
ғылыми көмекші библиографиялық құралдар, ұсыныстық библиографиялық құралдарды пайдалануға болады. Анықтама библиографиялық жұмыстың есеп бірліктері. Библиографиялық анықтама анықтамалық библиографиялық қызмет көрсетудің өлшеу бірлігі болып табылатындығын айтып өткен болатынмын. Анықтама библиографиялық қызмет көрсетуге деген бір жолғы сұраныстардың есебі мыналардың есебі бойынша жүргізіледі. Бірінші, тақырыптық анықтамалар. Екінші, фактографиялық анықтамалар, адрестік анықтамалар. Төртінші, нақтылауға деген сұраныс анықтамалары есептеледі. Анықтама библиографиялық қызмет көрсету бұл орындалған бір жолғы сұраныстардың есеп бірлігі. Ауызша немесе жазбаша анықтама деректер базасында библиографиялық жазба немесе анықталған дерек туралы жазба түріндегі мәтін болады. Тақырыптық және фактографиялық сұраныстар жөніндегі күрделі анықтамалар жазбаша орындалады. Бірнеше анықтамалар элементін қамтитын анықтаманы бір анықтама ретінде есептеген жөн. Анықтама библиографиялық қызмет көрсету, орындалған бір жолғы сұраныстардың жалпы санын есепке алу, библиографиялық сұраныстарды есеп кітабында жүргізіледі. Міне сіздердің назарларыңызға библиографиялық анықтамалардың есеп кітабының беттерінің үлгісін ұсынып отырмын. Яғни, бұл есеп кітабында тіркеу номері, күні, сұраныс кімнен түсті, сұраныстың тақырыбы мен мақсаты, одан кейін анықтамалықтардың типтері бойынша бөлеміз. Орындау көзі, орындаушы, орындалмау себебі, немесе сұраныс орталық кітапхана, басқа да кітапханаларға жіберілгені жөнінде, библиографиялық кеңес, ескертулер. Міне осындай бөлімдерден тұрады. Бұл есеп кітабын әрбір кітапхана жүргізіп отыруға міндетті. Сол кітапханада орындаудың мүмкін еместігіне байланысты басқа кітапханаларға жіберілген сұраныстар тек тіркеледі, бірақ орындалған ретінде есептелмейді. Библиографиялық кеңес тақырыптық анықтамаға өте жақын, бір жолғы сауалға библиографиялық іздестірудің жолдары мен құралдарын дербес пайдалану жөнінде ақыл кеңес берілетін жауап. Сонымен сіздерге тапсырмалар: оқырмандардың сұраныстары мен анықтамалардың түрлері мен типтерін атау, бір-бірінен айырмашылығы қандай. Екінші, сұраныстарды орындаудың негізгі кезеңдерін атау. Үшінші, анықтама библиографиялық сұраныстардың есеп кітабына мінездеме беру.